Маған көпшілігінде айтады, біз балаларды қалай тәрбиелейміз деп. Баланы тәрбиелеудің қажеті жоқ. Біз өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Ата-ананың іс-әрекетіне қарап, балалар жөн түсейді. Мысалға, үйде отырып анасы әкесін құрметтеп отыратын болса, ертең оның отбасылық модель дұрыс қалыптасады. Үйдегі отағасы әке, ана екінші орындағы адам. Ол бірінші. Қонақ күту, қонаққа бару, болмаса үйдегі тазалық, барлық үйдегі жұмыстардың бәрін қалай бөлу. Мысалға, егер анасы таңнан кешке шейін телефонда отыратұғын болса, сен балам телефонды ұстама, интернетке кірме деп айтудың түпте қажеті жоқ. Ол мүмкін емес дүниелер. Мысалға, көпшілігінде мен өзімнен алатын болсам, кітаптың түр-түрін қоям. Бизнесте бар оның ішінде, тәрбиеде бар оның ішінде тарих та болуы мүмкін. Сол кітаптардың ішінен бір күн тұрады, 2 күн тұрады, 3 күн тұрады. Мен кітап оқып отырған екен, балалар сол кітапты ізденіп оқи бастайды. Мысалға, кітапқа балаларды оқуға, ілімге нетуіміз керек, баулуымыз керек. Сосын біздің жалпы мынау шекарадан тыс бізде қазір мүмкіндіктер өте көп, оқулар өте көп, оқудың түрлері көп. Үйде отырып ютубпен де оқи беруге болады. Оқу және физиологиялық дамыту керек. Спортпен айналысу керек. Мен сізге айтайын, Европаның, Англияның бір нелері, психологтары келіп эксперимент жасаған болатын Астанада. 2 жыл бойы жаңа туылған нәрестені 2 жыл бойы бақылау. Мен ойладым, ол 2 жыл бойы бұл баланы қалай зерттеуге болады? Ол баланың тілі шықпаған, қырқына шықпаған. Сондағы олардың біздің түсіндірген, біз жалпы үйдегі болып жатқан атмосфераны зерттейміз. Олар келеді, мысалы, сіздің үйіңізге, сізге келісімшарт жасалынады барлығы, келеді, мына бір бұрышта отырып, үйдегі болып жатқан әңгіме, үйдегі болып жатқан дүниелер тек қана өзіне жазып отырады. 2 жыл өтеді, 3 жыл өтеді, сол баланың поведениесін, мінезінен, үйдегі болған жағдайдың бәрін баладан хабар беріп жатады бала. Түсіндіңіз ғой, е? Мына жерде бала ұйықтап жатыр, бірақ біз мына жерде бөтен негативті сөздер айта береміз. Ол да әсер етеді. Баланың мінез құлқы, жалпы өмірдегі осындай ұстанымы барлығы сол өзінің жанұядағы алған, естіген, көрген, білгендері өте дұрыс айтасыз. Септігін тигізеді. Баланың санасы ақпарақ секілді өте таза, пәк болып келеді. Өсе келе ол айналасындағы тіпті мына телеарнадан, тіпті радиодан болсын, тіпті көрші болсын, балабақшада болсын, айтылып жатқан сөздердің бәрі ол санада қалып қоя береді, жазылып қоя береді. Бірақ соның ішіндегі барлығы емес, кейбірі ол өміріне әсер етеді, тағдырына. Оңалуы әбден мүмкін. Иә.